Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын шоколадный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Жасалу жолы өте оңай, менімен бірге жасап көріңіз. Керекті заттарды төменге описаниеға жазып қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқа, қант және ванильді қантты қосып, жақсылап микселеп аламыз. Барынша барлығы бөлме температурасында жылы болғаны абзал. Сонда пирогтарымыз жақсы көтеріліп, әдемі болып шығады. Және бөлме температурасындағы сүт, сары май және сұйық майды құйып, ұнға қопсытқышты салып, 3 бөлікке бөліп отырып миксерлейміз. Және сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, және осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осылайынан жақсылап араластырамыз. Және де бұл пирогымызға соданы да және қопсытқышты да қосуымыз қажет. Сонда пирогымыз жақсы көтеріледі. Лимонға, содамызға лимон қышқылын немесе 6% уксусты қосып, өшіріп қоссаңыздар болады. Сонда пирогымыз жақсы көтеріліп, әдемі болып шығады. Мен лимон қышқылын қосып дайындадым. Енді үстіне какао ұнтағын қосып, алдын ала пешімізді 180-170 градуста қыздырып, дайындап аламыз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, 45-50 минут аралығында дайын болғанша пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын екендігін осындай ағаш спашкасымен көреміз. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Ганаштың құрамын төменгі описаниеға қалай дайындайтынын жазып қоямын, және қанша құрамына какао қант қажет екенін жазамын. Енді пирогымызды суыған соң осылайынан видеодағыдай бетіне ганашты жағып дайындап қоямыз. Біздің пирогымыз дайын. Осылайынан столға дайындап, қонақ келгенде де бір пәсте дайындап қойсаңыздар болады. Осындай әдемі пирог дайын болады. Біз кесіп көреміз. Сондай әдемі, арасы влажный, әдемі болып шығады. Осындай дәмді пирог. Баршаңызға ас болсын.